Алдағы оқылатын кішігірім оқиғадан адамдар бақытты болам десе, я болмаса жеңіске жетем десе, өзінің қарамасын ғана ойламай, басқаларға да көңіл аудару керек екенін, өзімшіл болмау керек екенін ұғына аласыз. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, оқиға біткен соң комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Қарапайым диқаншы жыл сайын күзге салым болатын жүгері конкурсына қатысып, ылғи да бас жүлдені жеңіп алатын. Кезекті жеңісінен кейін алған олжасын қолтығына қыстырып, есікке беттегенде алдын бір жас журналист кес-кестеді. Кешіріңіз, сіз өз жүгеріңіздің жақсы тұқымдарын көршілеріңізбен бөліседі екенсіз. Бұның сыры неде? Олар сіздің бәсекелестеріңіз емес пе? Дейді бірден сұраққа көшіп. Сонда диқаншы: сіз егін ұрықтанатын уақытта жел оның тозаңдарын алып, бір алқаптан екінші алқапқа ұшырып апаратынын білмейтін бе едіңіз? Егер менің көршілерім нашар дән егетін болса, оның әсері менің жүгеріме де тиетін еді ғой. Сол себептен жақсы өнім алу үшін көршілеріме де ең жақсы тұқым беремін, дейді. Қарапайым диқаншы өзі жеңіске жету үшін қарақан басын ойламай, өзгелерді де сүйрей тарту керек екенін жақсы түсінеді. Жеке адамның бақыты көпшіліктің бақытымен болады.